Бақытты, мәнді, дәулетті өмір сүргіңіз келсе, өсек айтудан мүлдем бас тартыңыз. Неге десеңіз, өсек айту ол адамның бойында бүкіл жаман қасиеттерді қоздырып, өзін-өзі өте төмен бағалауға әкеліп соқтырады, сонымен қатар өзгелерді жек көруге әкеліп соқтырады. Ал екінші жағынан алып қарайтын болсақ, өсек айтып жатқан адам өзінің өмірлік күш-қуатын басқа адамға жұмсап жатады. Яғни керісінше өз қуатын өзіне арнаудың орнына, яғни өзін-өзі дамытудың орнына адам Құдайдың берген күшін, Құдайдың берген қуатын басқаның өмірін гүлдендіру үшін орынсыз жұмсап жатады. Біреу туралы өсек айтатын болсаңыз, ол сіздің айтқан өсегіңіз ол кісіге мүлдем зиян келтірмейді, керісінше оған күш-қуат беріп жатады. Ал бірақ бұл жерде зардап шегетін тікелей өзіңіз ғана. Себебі сіз Құдайдың берген алтын уақытын, Құдайдың берген баға жетпес өмірін босқа жұмсап жатырсыз. Әрине, өсек айтып жатқан кезде керісінше ләззат алуы мүмкін адамның. Бірақ түптің түбіне келген кезде оның жетістікке жетпегені былай тұрсын, мүлдем өмірінің кері тартып бара жатқаны уақыт өте келе анықтала бастайды. Себебі өсек айтатын адамның өмірі, эмоционалдық жағдайы негативқа толы болады. Адамның өзі негативқа толы болғандықтан, оның өміріне де сондай оқиғалар келіп жатып, оны азап шегуге итермелейді десе де болады. Сондықтан өз өміріңізге балта шаппаңыз. Өсек айтып, абырой мен ақылыңыздан айырылғанша, өсек айтуды доғарып, күш-қуатыңызды өзіңіздің өміріңізге, өзіңіздің дәулетті, бақытты болуыңызға жұмсауыңыз дұрыс болады. Әрине, барлығын сараптап шешетін өзіңіз ғана, дегенмен де өсек айтуды доғарсаңыз, бақытқа жол ашылатыны 100%.